Бәріне Израиль кінәлі. Иран өз еліндегі құрғақшылыққа бұлттарымызды алып кетті деп еврей елін кінәлап отыр. Бұл елде не болып жатқанын түсіндірейін. Халқы 9 миллионнан асатын Тегеранда эвакуация болуы мүмкін. Өйткені қаланы сумен қамтып отырған қоймаларда су деңгейі 10%-ға әрең жетіп отыр. Билік су беруді шектеу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Ал президент Масуд Пезешкян тіпті халықты эвакуациялау қажет болуы мүмкін дейді. Бұл Иран тарихындағы бұрын-соңды болмаған жағдай. Иран метеорологиялық ұйымының өкілдері болса, елде соңғы ондаған жыл бойында ең құрғақ маусым тіркелгенін хабарлады. Мәселен, Латиян мен Карадж су қоймалары Тегеранның негізгі су көздері 8-10%-ға ғана толы, оның өзі өлі су, яғни пайдалануға жарамсыз. Билік мәліметінше былтырғымен салыстырғанда Иранда жауын-шашын көлемі 92%-ға төмендеп кеткен. Ал ел халқы бұндай құрғақшылықты бұрын-соңды көрмегенбіз деп отыр. Президент Пезешкянның егер нормалау нәтиже бермесе, Тегеранды эвакуациялауымыз мүмкін деген сөзі қоғамда дүрбелең туғызды. Бұрынғы мэр Голем Хосейн Қарбаши бұл идеяны әзіл деп атап, билікті дүрбелең туғызды деп сынға алған. Иран билігі осы тұста Израильді кінәлап отыр. Инфрақұрылым тозған, 100 жылдан бері жөндеу жұмыстарын көрмеген дейді де, ал бірақ екінші себеп ретінде Израильдің шабуылын атап отыр. Биыл маусымдағы Израильдің Таджриш ауданын бомбалауы да су инфрақұрылымына зақым келтірген. Соққыдан кейін аудандағы өзен арналары жарылып, толқын су тасқыны тіркелген. Алайда ең қызығы, Иран билігінде Израиль біздің бұлттарымызды ұрлап жатыр дегендер де табылды. Израиль осы үшін айыптауға ондай технологиямыз жоқ деп жауап қатты. Енді тегерандықтар суды сақтау үшін жаңа тұрмыстық дағдыларға көшкен. Мәселен, халық үйлеріне су сақтайтын құты орнатып, жазда әлеуметтік желілерде су мәселесін ылғи көтеріп келеді. Қоғамдық орындар мен мешіттерде суды шектеу басталған. Енді осы қуаңшылыққа қарсы Иран үкіметі бейдәстүрлі әдістерге бет бұрды. Билік бұлттарда химиялық егу технологиясын іске қосқанын мәлімдеді. Ол калий йодиді сияқты реагенттерді бұлттарға шашу деген сөз. Алғашқы сынақ Урумия көлінің үстінде жүргізілді. Бір кездері Таяу Шығыстың ең үлкен көлі болған Урумия қазір тұзды түземге айнала бастаған. Алайда сарапшылар бұл технология елді толық құтқара алмайды деп ескертеді. Бұл егу тек уақытша шара, климаттық дағдарысқа қарсы жүйелі саясатты алмастыра алмайды. Түсініп алатын жайт, Иран үшін бұл тек экология мәселесі емес, ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Одан ауыл шаруашылығы күйреп, миграция күшеюі мүмкін, ал қалалар босап қалуы мүмкін. Бұл өз кезегінде әлеуметтік толқу туғызатыны анық.